Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Сұрақ. Пайғамбарымызға салауат айтудың сауабы. Қасиетті Құранда расында Алла ең сүйікті құлы, пайғамбарлардың ең ардақтысы Мұхаммед пайғамбарға үнемі шексіз нығметі мен рахымын төгіп, күннен күнге мерейін өсіруде. Ал оның періштелері болса, ол үшін үнемі игі тілек тілеп, дұға етуде. Уа мүміндер, ендеше сендер де оған шын жүректен салауат айтып, құрмет пен сәлем жолдандар. Яғни оны шын жүректен ардақтап, оған Алланың рахымы мен есендігін тілеп, бар ықыластарымен дұға етіңдер, және оған қалтқысыз мойын сұнған күйде сәлем жолдандар делінген Ахсап сүресі 56 аятта. Және де пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламнан жеткен хадисте, салауатты көп айтқан адам қиямет күнінде маған ең жақын адам болады деген. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам басқа бір хадисінде, кім маған күніне 100 рет салауат айтса, Алла соның қажетін ашады деген. Салауат айту уайым мен қайғыдан арылтады. Пайғамбарға салауат айту құлшылықтың қабыл болуының, денінің сау болуының кепілі. Бұл жүрек нұры. Алла елшісіне салауат айту Алла тағаланың өз құлының құлшылығы мен ісінің қабыл етуіне себеп болмақ. Және де бірде сахабалар Алла елшісінің қуанып отырғанын көреді. Сонда олар: "Ва Алланың елшісі, біз сіздің қуанышты жүзіңізді көріп тұрмыз", дейді. Пайғамбарымыз сонда: "Мен қалай қуанбайын? Жәбірейіл маған кімде-кім маған салауат айтса, Алла соған 10 есе мейірімін көрсететін жеткізді" деген екен. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның қуанғаны өзінің үмметінің пайғамбарымызға салауат айту арқылы сауапқа 10 есе кенелетініне қуанып тұр. Және де пайғамбарымыздың айтқаны: "Ең саран адам менің атымды еске алғанда маған салауат айтпайтын адам" деген. Және де Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде үнемі мен жанынан өткен сайын маған салауат айтатын тас бар еді. Алланың елшісі тастың салауатын ұмытпаған, ал өз үмметінің бір салауатын ұмыта ала ма? Әрине, жоқ. Себебі Алланың елшісі әрдайым өз үмметімен бірге. Сол үшін әрқашанда пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтып жүрейік. Және де Раббымыз баршамызға пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның есімін естіген кезде ұмытпай артынан салауат айтатын құлдарының қатарынан етсін деп тілейміз.